21-ғасырда адамдарға жылдам, ыңғайлы әрі экологиялық таза көлік қажет. Осындай талаптарға сай келетін жаңалықтың бірі Maglev пойызы. Біз ағамен осы пойыздың шағын моделін жасап көрдік. Ең алдымен қажет құрал-жабдықтарды дайындап алдым. Мектептегі еңбек кабинетіндегі құралдармен ағаштан фанер пойыз негізін ойып жасадық. Ағамен ағашты кесіп, оны қашап жасадық. Оны қашап тегістеттік. Сосын пойыз рельсінің негізін, яғни астына қоятын ағаш пен мрамор тақтайшасын кесіп дайындап алдық. Оны өлшеп, рельс қоятын жердің арақашықтығын сыздық. Рельстің өзін жасау үшін көп неодим магниттері қажет болды. Оны ағаш негізімізге ыстық желіммен жабыстырдық. Ағамның көмегімен қауіпсіздік шараларын ұмытпадық. Рельстің үстіне кесіп алған мраморды орналастырдық. Мрамордан магнит өтеді. Оны жабыстырмадық рельске. Сосын рельстің екі жан-жағына мрамор тақтайшасын қойдық. Ол біздің фанеріміздің ауытқып кетпеуі үшін қолданылды. Сосын еңбек кабинетіндегі жасаған фанеріміздің астыңғы жағына неодим магниттер төртеу жабыстырдық. Магниттеріміздің полюстердің бірдей екендігін тексеріп алу маңызды. Себебі бірдей полюстер бір-бірін тебеді. Сосын фанер үстіңгі жағына пластик подшипник қойдық. Жеңіл болғандықтан магнит көтере алуы үшін ортасынан ыстық желіммен жабыстырдық. Сосын бәрін орналастырып, пойызымыз рельсте икелсіз қалқып тұрды. Оның басты артықшылықтары өте тез жүреді, 500 км/сағатқа дейін. Дыбыс шығармайды, яғни қозғалысы тыныш әрі жайлы. Экологияға зиянды зат бөлінбейді, себебі жанармай қолданбайды. Жолаушылар үшін қолайлы жағдай жасайды. Елімізге пайдасы. Қазақстанда жаңа көлік технологиясын енгізу халыққа қолайлы және қауіпсіз тасымалды қамтамасыз етеді.